Бөлінген қаражат жеткіліксіз. Екібастұз қаласының әкімі шаһардағы жылыту маусымының дайындығына бөлінген 20 миллиард теңгені асынып отыр. Қала басшысының сөзінше, бұл қаражат биылғы жөндеу жұмыстарына ғана жеткілікті. Ал жылу желілерін толықтай жаңарту үшін жыл сайын кемі 3-9 миллиард теңгеге дейін қаржы құйып отыру керек. Себебі жылу желілерінің 90% тозған. Өткен жылы қыстың басындағы Екібастұздағы жағдайды әзір ешкім ұмыта қойған жоқ. Қазір шаһардың ішінде мынадай топырақ үйінділерінен аяқ алып жүру қиындаған. Бірнеше жылдан бері тозығы жетіп, өңі қашқан құбырлардың көзін құртып, су жаңасын айырбастап жатыр. Бірақ бұл жеткіліксіз дейді қала әкімі. Былтырғыдай апатты жағдайлар қайталанбау үшін бір жылдық жөндеу жұмыстарымен шектелу мүмкін емес. Жыл сайын кемі 5-9 миллиард теңге қаражатты керек етеді. В рамках реконструкции заменили... Енді жылдан жылға жаңа сметалық құжаттар дайындалады. Жыл сайын құбыр, темір, жөндеу жұмыстарының бағасы өзгеріп жатыр. Сондықтан жобаның құнын қарастырамыз. Бірақ жыл сайын шамамен жылу желісін ауыстыруға аз дегенде жөндеуге 5-9 миллиард теңге керек. Биыл квартал ішілік жылу желілерін жаңғыртуға, гидравликалық сынақтарға Павлодар облысының бюджетінен 3 миллиард теңге бөлінді. Жалпы жыл сайын бұл жұмысқа 3-4 миллиард теңге керек. Энергетика министрі жазғы демалысын өзге шенеуніктер секілді шетелдің қымбат курорттарында емес, еліміздің азып тозып тұрған жылу электр орталықтарын аралаумен өткізуіне тура келуде. Президент жылыту маусымына дейін жөндеу жұмыстарын 100% аяқтауға пәрмен берген. Ал 1 қазанға дейін 2 айдан аз уақыт қалды. Алмасадам Сәтқалиев Екібастұздағы жылыту нысанына арнайы барып, ондағы жөндеу жұмыстарының қарқынымен танысты. Несколько объектов уже рассматривалось в рамках... Еліміздің энерго нысандарының жылу маусымына дайындығын бағаладық. Әзірлік деңгейін 3 категорияға бөлдік. Бірінші топқа дайындығы 70% болатын жылу электр станцияларын жатқызамыз. Солардың қатарында Екібастұздағы орталық бар. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстарының тең жартысы аяқталды. Қорқыныш жоқ. Стратегиялық нысанның 10 қазандығы жөнделіп жатыр. Қазір екеуінде жұмыстар толығымен аяқталған. Жылыту маусымы басталғанға дейін тағы біреуі іске қосылмақ. Осы 3 қазандық Екібастұз үйлерін қызғыз қайнатуға әбден жеткілікті дейді әкім. Биттің қабындай қаңылтыр құбырларды толықтай ауыстырмайынша қаланың кей тұстарында апаттар болуы да ықтимал. Бірақ тап былтырғыдай төтенше жағдай биыл қайталанбайтынына сенімді. Былтырғындай апат болмайды деген кепілдікті бере аламыз. Әрине, жылу желілерінің тозығы және тозу көрсеткіштері 90%-дан асып кеткеннен кейін, жаңағы аулалардың ішінде немесе қандай да болсын қаланың ішіндегі магистральдарда зақымдар болуы мүмкін. Бірақ былтырғындай жылусыз қалып немесе жылумен қамтамасыз етілмейтіндей жағдай болмайтынына мен толықтай сенімдемін. Жалпы жөндеу жұмыстарына бөлінген 20 миллиард теңгенің 40-45% үкіметтің резервінен, ал қалғаны Клебанов бастаған акционерлердің есебінен. Клебанов демекші олигархтың тағы бірнеше миллиардқа қалтасы қағылатын түрі бар. Оның иелігіндегі Петропавлдағы 2-ші жылу электр орталығынан пайдалануға берілмей жатып, ақау шыққан. Айғадым Достанбай, Асылхан Саменбетов, КТК.